Асанқайғы желмая мініп желдіртіп Сарыарқаны аралап жүргенде әр жерге айтқан сындары мынау екен. Ұзын аққан ертісті көргенде мына шіркіннің баласы тойдым деп қарап отырмас, қарным ашты деп жылап отырмас. Сиырдың мүйізі доңыздың құлағы шығып тұрған жер екен депті. Түндікті өзенін көргенде 12 қазылық ой түндік маңырап жатқан қой түндік, қойдың құлағы тұтам шығып тұрған жер екен деп тастап кетуге қимай артына 3 қараған екен. Сонан 3 қара атанған екен таудың аты. Қызылтау деген жерге келгенде тау тасы кеш болғанда қой болып ыңыранып жатады екен. Тоқты қысыр қалмайтын жер екен депті. Баянауыл тауын көргенде ат ерін алмайтын жер екен. Бауырында тұзы бар екен, тұзы ауыр екен. Bir түн түнеп кетемін деген адам бір жұма тоқтап қалады екен. Тұзы жібермейді екен депті. Ащы бойына келгенде артына қарап, Баянауыл, сенің қоныс болып тұрғаның мынау ащының арқасы екен. Мал жазғытұрым бір жұма ашылайды екен, күзге таман бір жұма ашылайды екен. Сонысы бір жылға татиды екен депті. Шідерті өзенін көргенде, мына шіркіннің топырағы асыл екен. 6 ай мініп арықтаған ат бір айда майға бітетін жер екен. Бос жылқы шідерлеп қойғандай тоқтайтын жылқының қонысы екен депті. Өлеңті өзенін көргенде тоқтап еш нәрсе айтпай өлеңдете берген екен. Неге үндемейсіз дегенде аз тұрып, өлеңтінің суымай, шідертінің шөбімай деп жүре беріпті. Сілентіден өтіп жалаңаштың тұзына барғанда аттың төбеліндей жалаңаш, сені алдыма өңгерейін бе, артыма бөктерейін бе, қай жарама тартайын, айналаң аз, онан басқа мінің жоқ, табылмайтын жер екенсің депті. Есіл өзенін көргенде жары мен суы тең, жарлысы мен байы тең болатын жер екен депті. Нұраның бойын көргенде 6 күнде ат семіртіп мінетін жер екен депті. Торғай өзенін көргенде ағар суы бал татыған, ақшабағы май татыған жер екен депті. Теріс аққан деген өзенді көргенде Сарыарқаның тұздығы екен депті. Жеті қоңырды көргенде Сарыарқаның маусымы екен депті. Ұзын аққан сыр бойын көргенде басы байтақ, аяғы тайпақ қоныс екен. Қаратауды жайласам, сырдың бойын қыстасам, қоныс болуға сонда ғана дұрыс екен депті. Сулы келес, нұрлы келес өзендерін көргенде мөңіреуің сиыр болып мөңіреуің сиыр тұқымы үзілмейтін жер екен депті. Асанқайғы бүкіл 6 алаштың жер суын, қонысын көрем, бұларға жағдай туғызамын деп көп заман өмірін далада өткізіпті. Жүрген жерінде жақсы қонысқа да, жаман қонысқа да баға беріпті. Асанқайғы Жиделі Байсын жеріне қызығып, ай Жиделі Байсын, артыма бөктеріп кетерем, әттең атым көтере алмайды-ау депті. Шыңғырлауды көргенде, ай Шыңғырлау, жылқының өзі өскен жоқ, Шыңғырлау, сен өсірдің деп 3 айналып Шыңғырлаудың суына қолым алып отырып, Шыңғырлау өкпелер, аттың ерін ал, қонайық, ат суарып, аунап-қунап кетейік деген екен. Ай Жанарыстан, жырымдай суға бола шетте қалдың-ау, есіл ерім-ай деп бір төбеге келіп жылап тұрған екен.